Жаңағы салатым дайын болды. Тұзын, бұрышының қалай шыққанын қарайтын боламыз. Базардыкінен де күш шыққан. Дәл осы рецептпен жасаңыздар. Видеоның аяғына дейін қарап. Өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Дәмі керемет балық. Қыздареке, қалайсыздар? Қазір біздер балықтан салат жасайтын боламыз. Орыстарда хе дейді ғой. Сосын бұл балықты көбісі жасай алмайды, манағы шик болып қалады дейді, біреу балықтың дәмі шығып тұрады дейді, біреу қиын дейді. Соны мен сіздерге ең оңай, ең дәмді, ең тез жолын үйрететін боламын. Кеттік. Бірінші мына балықты мен жуып, тазалап, мына қараңыздар, мынандай қылып кесіп алдым, көрдіңіздер ме? Қабығымен осылай тазалап, дәл осылай жіп-жіңішке қылып, бірінші осылай кесіп аласыздар. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қылып. Енді осына табаққа салып, уксус салып, уксусқа мына етті бірінші пісіретін боламыз. Уксусты аямай қоса беріңіздер. Неге десеңіздер, бұл уксуста мына ет пісу керек. Бұны біздер қазір жуып тастаймыз. По-любому. Уксус мынандай 70 грамдық. Енді мынаның несі шығып кетпес үшін, бұны қазір бетін жауып, осылай қойып қоямыз 20 минутқа. 20 минутқа ма, 30 минутқа ма қойып қоямыз. Енді мынау солай дайын болам дегенше, біздер қазір мынаны турайтын турап, не істейтін бәрін дайындап, реттеп қоя береміз. Кеттік. Жұрттар морковный салат саласын, үйтесін, бүйтесін дейді, морковный салат керек емес. Морковты осылай чоркадан өткізіп, дайындап салсаңыздар болады. Менің жуам аз болғандықтан, мен осылай бір 6 жуалдым. Сосын қатты жіңішке қылып керек емес. Осылай саламыз, чтобы жуа езіліп кетпес үшін. Қыстың күні осы көкөністер көп бола бермейді. Сондай кезде тек қана манағы жуа мен помидормен ғана жасасаңыздар болады. Қазір енді арзаншылықтың уақытысы болғандықтан мен помидорды да, қиярды да қосуды жөн көріп отырмын. Қатты уақып керек емес. Неге десеңіздер, езіліп кетеді бұл. Сол үшін осылай турай бересіздер. Бәрін осылай салып аламыз. Міне, барлық затты турап болдым. Енді осының ішіне салатын тұздықтарын саламыз. Бірінші тұз саламыз. Бір қасық тұз жетеді, аз салып атыркеміз ғой. Кейде тұзды көбейтіп жіберемін, дұрыс емес сол. Сосын қытай тұзын саламыз. И аздап қарабұш. Мынау мен өзім жапқан аджика. Бұны қазір емес,
Мана балықты салып болғаннан кейін барып салатын боламыз. Балығымыз дайын болып қалған шығар. Давайте ашып қарайық бірге. Міне, уже түсі өзгеріп қалған. Балықтың иісі уже жоқ. Ойбай, ненің? Уксустың иісі. Неге десеңіздер 70 граммдық уксус сол тез ұшып кетеді. Міне, осылай ашып қарайсыздар, көрдіңіз бар ма? Бұл уже пісті деген сөз. Енді дәл осы балықты алып, мына жерге бүйтіп төсейміз. Осылай. Дәл осылай төсейміз. Енді осыған қазір шемішкі майды қыздырып тұрып, осы балықтың үстінен құятын боламыз. Кеттік. Майды қойғаныма бір 2 минуттай болған шығар. Міне, май қызды. Осы майды апарып қазір құямыз. Алып кеттік. Енді мына балықтың дәмі шығып кетпес үшін, мына майды алып, осылай балықтың үстіне құямыз. Көрдіңіздер ма? Енді осыны араластырамыз. Мынаны салып, қазір араластырамыз. Міне, мынаны бәрін сала салам. Бұл аджиканың ащы түрін салуға да болады, егер ащы қылғыларыңыз келсе. Мен ащы қылғым келіп тұрған жоқ. Сол үшін мен тұщы түрін салып тұрмын. Дәл осы балықтың 3 кусогын 1000 теңге, 1500 теңгеге базардан сатып алғанша, өздеріңіз дәл осылай жасап жеңіздер. Қолымда перчатка бар, давайте қолыммен араластырайын. Бұл жерде мына морковы да, жуасы да, сәбізі де, жуасы да барлығы осымен істейді. Көрдіңіздер ме? Қараңыздаршы түрін. Не деген керемет, иісінің өзі прям естеп тұр. Енді дәл осыны бір 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Түнге қалдырсаңыздар, дәл осылай вообще күшті болады. Прям приправасы сіңіп, солын шығарып кәдімгі керім болады. Біздер бір жарты сағатқа қояйық осылай.